Баршаңызға сәлем. Таңғы шайға жылдам дайын болатын мейіз қосылған кекс дайындаймыз. Үйдегі бар затпен жасай берсеңіз болады. Ең алдымен жұмыртқа мен сахарымызды қосып араластырамыз. Қантымыздың еруі шарт емес, тек араластырып біркелкі етіп қойсаңыздар болғаны. Одан кейін сұйық майымыз бен кефирімізді қосып тағы да араластырамыз. Үйде кефир болмаса, осы сүт те бола береді. Қосып араластырамыз. Одан кейін разрыхлителіміз бен ұнымызды қосып тағы да араластырамыз. Ұнымыз електен өткізілген болуы керек. Осылай дайын боларға шақ қалғанда мейізімізді қосып тағы да бір рет араластырып жібереміз. Енді формасын дайындаймыз. Формамызды сары майдың көмегімен осылай майлап шығамыз. Дайын болған тестамызды осылай жағып құйып шығамыз. 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Кекісіміз дайын. Әсемдік үшін сахарный пудра бар болса, сеусеңіздер де болады. Видін әдемі етіп тұрады. Ас болсын. YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.